Қайырлы күн достар, сіздермен Гүлім. Бүгін цезарь салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қажетті ингредиенттер: салат жапырағы, черри қызанағы, жұмыртқа, чеснок, ірімшік, майонез, сухарики және де тауық еті. Алдымен тауық етін видеода көріп отырғандарыңыздай турап аласыздар. Чеснокты ұсақ етіп турап аламыз, ол бізге тауық етін қуырған кезде қажет болады. Жұмыртқаны 4 бөлікке бөлеміз. Табамызға күнбағыс майын құйып, қызған соң чесногымызды салып қуырамыз. Қызарғаннан кейін оның үстіне тауық етін салып, оны да қуырамыз. Тауық етінің екі жағында алтын түстес болғанға дейін қуырып аламыз. Чесногымызды алып тастаймыз. Мен чеснокты тек аромат беру үшін ғана қолданамын. Салат жапырағын осылайша бөліктерге бөліп шығамыз. Үстінен майонез салып араластырамыз. Майонездің орнына цезарь соусын пайдаланса болады. Үстіне сухаримізді салып, сырымыздың жартысын салып, барлығын араластырамыз. Бұны дайын ыдысқа салып әсемдейміз. Жаңағы қуырған тауық етін салып шығамыз. Жұмыртқа және де черри қызанақтарын салып, үстінен тұз бен сырымызды себеміз. Біздің цезарь салатымыз дайын болды. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.